YouTube көрермендері, міне штрудель тамағым дайын болды. Бір енді керемет дәмді болды. Шынын айтқанда, мына қамырдың ортасына именно жаңағы асқабақты қосқаным керемет шықты. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Рахмет сіздерге. Мінекей YouTube көрермендері, осы штрудельді қалай жасадыңыз десеңіздер, немен, қандай. Мінекей оғана бір көз мөлшерде бір 600-700 грамдай сиыр еті, картоп, сәбіз, пиязымыз, және де орташа ащыдағы бұрыштарымыз, тәтті бұрышымыз, асқабағымыз, қызанағымыз, сарымсақ, бұрыштарымыз, және де мына лавровый лисіміз бар. Сосын томатный пастамыз. Мінекей жасайтын тағамымызға барлығын тура мен дайындап қойдым штрудельге. Керемет бәрін. Ал енді кеттік жасауға. Мінекей майымыз қызды. Өйткені мына пиязды салып тексеріп жатырмын. Бұл енді пияздарды мен қазір алып тастаймын. Етімізді кішкене қуырып алайық. Мінекей етімізді кішкене қуырып алдық, бойынан су кеткенше. Енді мына пиязымызды саламыз. Қатты етті де, пиязды да қатты қуырып жатқан жоқпын, өйткені қатты қуырылғандар ғой біздің балаларға онша ұнамайды да. Мінекей пиязын да өлтіріп алдық, енді сәбізін саламыз. Мінекей сәбізімізді өлтіріп алдық, енді қызанағымызды саламыз. Енді міне қызанағымыз салған екен, біраз мертікті. Міне томатный пастамызды салдық. Мінекей қызанақтарын да кішкене болса да қуырып алдық. Енді бұрыштарын бәрін мен саламын қазір. Тәтті бұрышын да саласам. Мінекей мен бұрыштарын қуырған жоқпын. Сразу бар ғой, су құйып жіберемін азырақ. Баяу отқа қойып қойдым. Жаймен қайнап жатыр. Подливіміз қайнап жатқан кезде қамырымызды илеп қойып қояйық. Оған мына тұзымызды салып береміз бірінші. Жұмыртқамызды. Сосын әрине суымызды. Енді жайлап бәрін араластырып, жақсылап илеп аламыз. Қазір мен жақсылап қолыммен илеп алайын. Сосын сіздерге көрсетемін. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді бір 5 минутқа жауып қоямыз. Қабағымызға да кезек келді. Бұны енді қамырымыздың ортасына салатын болған соң, мына үгіткішпен өткізіп аламын. Қазір мен жасам, сосын көрсетем сіздерге. Мінекей асқабағымызды өткізіп алдық үгіткіштен. Әдемі күшті болып тұр. Мінекей 5 минут тұрды қамырымыз. Енді жаямыз жақсылап. Мінекей қамырымызды жұп-жұқа әдемілеп жайып алдым. Қазір енді оны кесеміз. Қамырымызды бұлай кесіп аламыз. Мынандай жалпақтықта. Тағы да оны бұлай кесеміз. Мінекей қамырында дайындап алдық. Ортасына барлық асқабақтарын салып шықтым. Жаңа көрсеттім, кесіп-кесіп. Сол салып атқан жерін сіздерге көрсетпей қаптым, кешіріңіздер. Баяу отта қайнап жатыр. Енді міне картошкамызды салып жібереміз. Мінекей подливімізге азырақ тұзын салып жіберейік.
чесногын салып жіберейін. Мінекей енді қамырларын бетіне бұлай салып шыға береміз осылай. Көріп тұрсыздар ғой осылай. Бәрін осылай салып шығамыз. Мынау зеленді астынан салып жіберуім керек еді, енді үстінен кішірек бұлай. Зеленін де салып шықтым. Енді бір 30 минутқа жауып қоямыз бетін. Жай отпен. Мінекей тамағымыз дайын болды.